Сәлем достар, бұл Жусан Инвест. Алдыңғы видеоларда портфель құрым, стратегия жасау секілді кез келген инвестор үшін маңызды қадамдарды жасауды үйрендік. Енді сол сіз құрған портфель мен стратегияға тікелей әсер ететін нарықтағы маңызды оқиғалар туралы айтамыз. Сізден лайк, ал бізден пайдалы ақпарат болсын. Каналға жазылыңыз, коммент жазыңыз, ал біз бастаймыз. COVID-19, the disease that defined our lives in 2020. The NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Нарық оқиғалары деген не? Бұл видеода нарықтағы тәуекелдер туралы айтамыз. Себебі бүгінде әлемде компаниялардың ішкі көрсеткіштерін талдау емес, жалпы нарықтық оқиғаларды бағалау бойынша өзінің инвестициялық стратегияларын құратын көптеген инвесторлар бар. Айта кету керек, қандай да бір елдің экономикасы дамыса, сол елдің халқы мен ондағы компаниялардың кірісі де артады. Дәл осындай жағдайларда инвесторларға акцияларды сатып алу және одан пайда табу оңайырақ болады. Бұған әлемдік тәжірибе дәлел. Бірақ инфляцияны 2% деңгейде ұстап тұру маңызды деп санайтын дамыған елдерде шамадан тыс инфляциялық қысымның алдын алу үшін жедел экономикалық өсім белгілі бір уақытта әдейі баяулайды. Инфляция бұл тауарлар мен қызметтердің құнын арттыруы, яғни ақшаның құнсыздануы. Дамыған елдердің орталық банктері мұны елдегі пайыздық мөлшерлемелерді көтеру арқылы жасайды. Несие құнының қымбаттауы экономикадағы айналымдағы артық ақшаны азайтады және сол арқылы экономиканы тұрақтандырады деп болжайды. Керісінше, дамыған мемлекеттердің орталық банктері экономика құлдыраған кезде, яғни несиелер қымбаттап, халық жұмыс орындарынан айырыла бастағанда ставкаларды төмендетеді. Бұл жағдайда реттеуші органдар инфляцияға жүгіне отыра шешімдер қабылдайды. Сондықтан бір сөзбен айтқанда инфляцияны 2% деңгейінде не төмен емес, не жоғары емес ұстауға тырысады. Мысалы, 20-шы жылы коронавирус пандемиясы және одан кейінгі әлеуметтік шектеулер халықтың тұтыну шығындары мен фирмалар кірісінің төмендеуіне әкелді. Нәтижесінде инфляция 2%-дық таргеттен, яғни деңгейден едәуір төмендеуімен экономикалық құлдырауға әкелді. Сондай-ақ сол кезде дамыған елдердің орталық банктері елдегі пайыздық мөлшерлемелерді 1-0-ге дейін түсірді, ал үкіметтер мемлекеттік шығындарды көбейте бастады. Сонымен қатар пандемия жаңа экономика деген атпен танымал компанияларға да әсерін тигізді. Олар керісінше жоғары тұтынушылық сұранысқа ие болды. Мысалы, банктер мен мұнай және газ сияқты дәстүрлі компаниялардың акциялар құны төмендеді, ал азық-түлік жеткізу компанияларының акциялары, видеоқоңыраулар, Zoom сияқты және тағы басқалары онлайн секторлар айтарлықтай өсім көрсетті. 20-шы жылдың қазан айында алғашқы фармацевтикалық компаниялар ковид вакцинасының даму барысы туралы есеп бере бастады. Сондай-ақ, жақын арада жаппай вакцинация басталатыны туралы хабарлады. Демек, коронавирус енді пандемия емес екені белгілі болды. Алайда қазан айынан бастап кері үрдіс басталды. Жаңа экономика компанияларының көптеп сатып алған акциялары төмен сұранысқа ие болып, ал офлайн секторлардың арзан акциялары керісінше сұранысқа ие бола бастады. Сондай-ақ, белгілі бір елдің экономикалық перспективаларын бағалау үшін инвесторлар оның бірқатар негізгі көрсеткіштеріне назар аударады. Мысалы, оған 90 сайынғы негізінде жарияланатын жалпы ішкі өнім өсімі бойынша статистиканы, еңбек нарығында апта сайынғы және ай сайынғы негізінде және айына бір рет шығатын инфляция бойынша деректерді жатқызуға болады. PMI индексі деген не? Инвесторлар биылғы және болашақ экономикалық динамиканы түсіну үшін озыңқы сипаттағы көрсеткіштерге қарайды. Оларға жабдықтау менеджерлерінің сауалнамалары негізінде қалыптасатын өндірістік сектордағы және қызметтер саласындағы PMI индекстері бойынша статистиканы жатқызуға болады. PMI немесе Purchasing Managers Index экономикада қолданылатын және белгілі бір саланың және экономиканың жай күйін көрсететін арнайы санды көрсеткіш. Тәжірибелі инвесторлар орталық банктер, сондай-ақ үкімет пен парламенттің негізгі мүшелері шығаратын пресс-релиздерді бақылайды. Реттеуші органдар әдетте өз жоспарлары мен іс-әрекеттері туралы егжей-тегжейлі және нақты айтады. Инвесторларға ақпараттың барлығын қабылдауға тек шыдамдылық пен уақыт қажет. ақш экономикасындағы маңызды статистикалар.
Бөлшек сауда көлемі. Бұл ай сайын шамамен айдың ортасында жарияланады. Үй шаруашылығының жеке шығындары. Ай сайын айдың 3-ші 10 күндігінде жарияланады. ақш-тағы жұмыспен қамту туралы толық есеп. Ай сайын айдың 1-ші жұмысында жарияланады. Тұтыну бағаларының индексі. Ай сайын айдың ортасында жарияланады. Жүйенің өсу және жүйе дефляторы 90 сайын 3-ші дәйекті бағамен жарияланады. Сауда балансы ай сайын жарияланады. ақш федералды резервтік жүйесінің негізгі мөлшерлемесі туралы шамамен 1,5 айда бір рет қабылданады. Сонымен бүгінгі видеомызды қорытындылап өтсек. Акциялар мен облигациялар нарықтың негізгі құралы болғандықтан нарықтағы оқиғалар мен жағдайлар бірден бағалы қағаздардың құнына әсер етеді. Мысалы, пандемия кезінде туризм және әуе тасымалдау компаниялары үлкен шығынға ұшырап, Netflix секілді жаңа экономика мүшелері өсім көрсетті. Сол себепті нарықтағы оқиғаларды үнемі бақылап, олар сіздің портфельдегі акцияларға қалай әсер ететінін алдын ала байқауға тырысыңыз. Сонымен бүгінгі видео тәмам. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.